Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы сөздер сізді қызықтырып жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайктемелерін басып, видеоролигімізді соңына да қараңыз. Ал онда біз бастадық. Астанада мектеп директоры күйеуін пышақтап өлтірді. Әйел бір айға еңбек демалысына өтініш жазып кеткелі бар жоғы 6 күн өткен. Биология пәнінің мұғалімі кейіннен директор болған. Оны мектеп ұжымы өз ісіне тиянақты жауапты маман дейді деп хабарлайды 31 арна. Алдымен күйеуін пышақпен әйелінің мойнын тіліп өтіп, кейде кеуде тұсын жарақаттаған. 34 жастағы келіншек өзін өзі қорғау үшін жарына пышақ ала жүгіріп, соң қайғылы аяқталған. Ал осы үйдің тұрғындары сол күні ешқандай шу естімегенін айтады. Қазір ол хирургия бөлімінде жатыр. Ота жасалып, денсаулығы бірқалыпты болған соң тергеу амалдары басталады. Әйел мәслихат сайлауында кандидат ретінде тіркелген еді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды тек қана біздің каналымыздан таба аласыздар.